Сәлем достар, 692 есепті бастаймыз. Өрнектің мәнін табыңдар. Ең бірінші біз бөлуді орындаймыз. Өтірді елемей 36-ны 9-ға бөлеміз. 4-тен береміз, сонда 36 болады. Бізде өтірден кейін 2 сан қалуымыз керек. Демек 0,4 деп аламыз. Екінші бізде көбейту. Өтірді елемей көбейтеміз. 255-ті 6-ға көбейткенде 1530 шығады. 1-ге көбейткенде өзін жазамыз. Қосамыз, сонда 0, 5-ке 3 қоссақ 8, 11 ойда 3, ойдағымен 4. Өтірден кейін 2 сан қалдырамыз, сонда 40,8 деп алуға болады. Азайтылған бөлуді дәл солай өтірді елемей бөліп аламыз. 6-дан береміз, 8-ден береміз. Өтірден кейін 2 сан қалу керек, сонда 0,8 деп аламыз. Қосқанда бізде 40,84, азайтылған 0,8. Азайтқанда бізде 40,76 шығады. Екінші есебінде бірінші бөлуді орындап аламыз. Өтірді елемей 27-ге 1-ден береміз. 0 болады. 0 түседі, 2 түседі. 2 сан 1-де түссе 1-0 береміз. 27-ге 1-ден береміз. Сонда 1001 саны шығады. Өтірден кейін 3 сан қалу керек. Демек 1,1000 шығады. Қосылған 88-ді 91-ге көбейтеміз. 91-ді 8-ге көбейткен 728. Қосамыз 8, 0 1 ойда, 0 1 ойда 8. Өтірден кейін бізде бір сан 800, оннан 8 болады сонда. Қосылған 18-ді 12-ге бөліп аламыз. 1-ден береміз, 12. Азайтқанда 6 болады. 18-ден 1-0 тіркейміз. 60-ты 12-ге бөлсек 5 шығады. Демек бізде өтірден кейін 2 сан болады. 0,15 деп аламыз. Барлығы қосу, ең бірінші қосудан бізде 801,801 қосылған 0,15. Қосылғанда бізде 801 сақталады, 1951 шығады. Алты жүз 92-нің үшінші есебі бөлу орындаймыз. 2-ден берсек 56, 61-ден 56-ны алсақ 5, 2-ден береміз, 56 шығады. Сонда бізде жауап 22. Бөлуді орындап алайық 1-ден. 3-ден берсек 9, 3-ден береміз тағы, 4-ден береміз. Сонда 334 болады бөліндінің мәні. Енді 52-ні 6-ға көбейтіп алайық. 12 1 ойда 31, 312. Біріншісінде бізде өтірден 2 сан, демек 0,122 болады. Қосылған өтірден 1 сан 33,4 болады демек. Көбейту кезінде екеуінде өтірден 2 сан деп аламыз, сонда 3,112 деп аламыз. Қосу кезінде бізде 33,162 шығады. Азайтылған 3,112. Азайтқанда 30,5 саны шығады. Төртінші есепте бөліп аламыз. 2, 3. Бізде 2 сан 1-де түссе 0 береміз. Тағы 2 сан түседі, тағы 0 және 1-ден береміз. 10101 шығады бөлгенде өтірді елемей. 5-тен береміз 440-ға. 2 сан 1-де түссе 0, 5-тен береміз қайтадан. 505 шықты. Енді көбейту кезінде 125-ті 6-ға көбейткенде
750, ал 1-ге көбейткенде 125-тің өзі түседі. Қосамыз. Қосу кезінде бізде 2000 саны шығады. Енді біріншісінде өтірден 3 сан болса, демек 10 бүтін мыңнан 101 саны шығады. Екінші бөлуде бізде өтірден кейін 2 сан бар, демек 5 бүтін 100-5 шығады. Қосу, көбейтуден бізде өтірден кейін 2 сан, демек 20 бүтін болады. Тең, азайту кезінде бізде 5 бүтін мыңнан 51 шығады. Қосылған 20. Сонда жауабы 25 бүтін мыңнан 51 шығады. 693 есепте теңдеуді шешеміз. 8х тең оң жақтағы саннан сол жақтағы санды азайтамыз. Астына 8х тең азайтқанда бізде 2 бүтін 6 шығады. Х тең 2 бүтін 6-ны бөлеміз 8-ге. Х тең бізде 26-ны 80-ге бөлуге болады. Сонда бізде 0 бүтін 325 шығады. Екіншісінде 5х тең 31 бүтін 14-ті азайтамыз 0 бүтін 152-ден. Бұл азайтудан бізде 30 бүтін 162 шығады. Х тең осы 30 бүтін 162-ні бөлеміз 5-ке. Х тең бүтін сандарға да келтіріп алуға болады. 3062-ні 500-ге де бөлуге болады. Бөлгенде бізде 6 бүтін 124 шығады. Үшіншісінде 10х тең 11 бүтін 16-ға қосамыз 133 бүтін 12-ні. Бұл қосындыдан 144 бүтін 8 шығады. Х тең осы шыққан санды 10-ға бөлеміз. Х тең 144 бүтін 8 бүтін санға келтірсек, бөлгіші 100 болады. Бөлгенде бізде 14 бүтін 148 шығады. Төртіншісінде 4х тең оң жақтағы саннан сол жақтағы санды азайтатын боламыз. Х тең азайтқанда бізде 20 бүтін 5 шығады. 20 бүтін 5-ті бөлеміз 4-ке. 20 бүтін 5-ті 205 деп алуға, 4-ті 40 деп алуға. Бөлгенде бізде 5 бүтін 125 шығады. 694 жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырыңдар дейді. Бізде айналдыру үшін 19-ды 101-ге бөлеміз. Бізде 0 бүтін деп аламыз, және 190 деп аламыз. Бірден берсек 101 шығады, азайтамыз. 9, 8. 890 деп аламыз 0 беріп. 8-ден береміз. 808 шығады. Азайтқанда 2, 82 шығады. Демек, тағы 8-ден береміз. Сонда 820-дан азайтамыз енді 808-ді. 120 шығады. 120-ға енді 1-ден береміз. 101, 19 және 190 қайтадан шыға береді. Демек, бізде 0 бүтін 10 мыңнан 1881 саны шығады. 1881 саны қайталана береді екен. Енді бізде 29-ды 55-ке бөлеміз. 0 бүтін өйткені жетпейді, 290 деп аламыз. 5-тен бергенде 275 шығады. Азайтамыз. 5, 15 шығады. Енді 2-ден береміз. 110. 40 қалады бізде. 7-ден береміз. 385 шығады.
Азайтқанда 15, тағы 2-ден береміз. Осылай бізде жалғаса береді. Демек бізде жауабы 0 осы 27 саны шексіз қайталана беріп отырады. Үшінші есепте 31-ді 36-ға бөлеміз. 0,31-дің жанына 0 қоямыз. 8-ден береміз. 310-нан 288-ді азайтамыз. 2, 2. Демек 0 береміз. 6-дан береміз. 6-дан бергенде 216 азайтамыз. 40 шығады. 1-ден береміз. 36, тағы 4 шығады. 0 болады. 1-ден береміз. Демек өстіп бізде 1 қайталана береді екен. Жауабы 0 өтірден кейін 86, демек 1 қайталана береді. Төртіншісі бізде 611-ді 4950-ге бөлеміз. 1-ден береміз. Азайтамыз 0, 6, 1, 1. 0 береміз. 2-ден береміз енді. 2-ден бергенде 9900 шығады. Азайтамыз. Азайтқанда 1700 шығады. 0 береміз. 3-ден берсек 14850 шығады. Азайтамыз. 2150 шығады. Тағы 0 береміз. 4-ден береміз осы жолы. 19800 шығады. Азайтамыз. 2-0 өзі түседі. 15-тен 8 7, 1700. Демек осы 34 саны қайталана береді екен. Ары қарай 695-ші есеп. Тікбұрыштың ұзындығы 7,2 см. Ал ені одан 6 есе кем. 6 есе кем болса 7,2-ні демек 6-ға бөледі екенбіз. Сонда жауабы бізде 1,2 шығады. Енді тікбұрыштың периметрін табу үшін біз 2 көбейтілген жақшаның ішіне осы ұзындығы мен енін қосамыз. Тең 2 көбейтілген қосқанда 8,4 шығады. 8,4 2-ге көбейтсең 16,8 см болады екен. 696-ші есепте өсу жылдамдығы бойынша саңырауқұлақтар өсімдіктер ішінде бірінші орында тұр. Егер 3 тәулікте саңырауқұлақтар 51,84 мм өссе, 1 тәулікте биіктігі қандай болады? Бізде 1 тәуліктің биіктігін табу үшін берілген миллиметрімізді 3-ке бөлеміз. 1-ден береміз. 5-тен ұшталсақ 2, жанына 21 болады. 7-ден береміз 21. Өтірді біз 7-ден кейін қоямыз да 8-ді түсіріп аламыз. 2-ден береміз. Азайтқанда 2, жанына 4 түседі. Демек 8-ден береміз 24 шығу үшін. Жауабы сонда 17,128 мм тәулігіне өсетін болып шықты. 697-ші есеп. Ең кіші жай санға тең болатын тексеріңдер дейді. Қазір тексеріп көреміз. Бізде 35 түседі. 35 түссе 2 сан 1-де түссе 0 береміз. 1-ден береміз. 35-тен 23-ті азайтсақ 12, жанына 4 түсіреміз. 5-тен береміз. 9, 2 түседі. Енді демек 4-тен береміз. 23-ті 4-ге көбейтсек 92 шығады. Осы 0,10,154-ті осы 7-ге бөліп алайық. Бөлеміз. 0,01 түседі. 0 береміз. 5 түседі.
0 береміз. Енді бізде 2-ден берсек 14 болады. Азайтқанда 1 жанына 4 түседі. Тағы 2-ден береміз. Сонда жауап 0,1022 шығады екен. Осы 0,1022-ні 11-ге бөліп алайық. 0, бізде 2 0 болса 2 0 түседі, демек жанына 3 0 түседі екен. 2-ден береміз, 22 болады. Сонда бізде барлық бөлуден 0,10 2 шығады екен. Қосылған 1,10 9998 саны. Қосқанда жауабы бізде бүтін сан 2 шығады. Демек, жай санға тең болады екен. Екіншісінде өрнектің мән 0,14 санына тең болатын тексеріңдер. Бірінші амал бізде бөлу жақшаның ішіндегі 91,125-ті бөлеміз 45-ке. 2-ден береміз 90, азайтамыз 1, өтір бізде 2-ден кейін түседі. Жетпейді, 2-ні түсіреміз. 2-ден берсек 90 болады. Азайтқанда 22 жанына 5 түседі. Демек бізде 5-тен береміз. Екінші бөлуді орындап алайық бірден. Екінші бөлуді орындасақ, 2,1025-ті 25-ке бөлеміз. Ол үшін 0,20 түседі. Бізде 20 жетпейді. Тағы 0 беріп, 2-ні түсіріп аламыз. Демек, 8-ден береміз. 200. Азайтсақ, бізде 2 қалады, жанына 5 түседі. 1-ден береміз. Сонда бұл бөліндінің мәні 0,1081 шықты. 0,1081-ге қосамыз 1,1519-ды. Қосқанда бізде 1,16, демек 1,16-ны бөлеміз 4-ке, ең соңғы амал жауабы 0,14. Демек жауап дұрыс екен. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.